Ассаламу алейкум, хүрметлі кино ықыласпентлері, сізлер менен және сіз сағынған кино подкаст жойбары. Бүгінгі мейманымыз кім деген сұрау пайда болған болса, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Клара Шамуратова. Демек, хош келіпсіз. Сізді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Келің сәубетімізді басламастан алдын халқымызбенен сәлемдесіп, жақсы тілектеріңізбенен басласақ. Ассаламу алейкум, хүрметлі кино сүйуші инсанлар. Həmmіңізді ғаресіздігіміздің 35 жылық байрамы менен шын көңілімнен құттықтаймын. Həmmеге байрам, дәулет, несібе, бақыт, денсаулық, бір ауызбіршілік алып келетін байрам болғай. Рахмет, сізді де студиямызда көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Халқымызда бізде сізді сол танка, курорт, ұры әмде басқа да фильмлеріңіз арқалы, қала берсе театрдағы рөллеріңіз арқалы сүйіп тамашалайды, жақсы көреді. Келің енді сәубетімізді осы сұрауымыздан басласақ. Сіз сахнаға яки үлкен камераға ең дәслепкі съемка уақытына түскен уақытыңызды еслесек, қандай сезімдер өтті? Ең бірінші съемка сіздегі? Ол 1979 жыл еді. Институтта 2-ші курста оқитын едім. Сол уақытта Қайсар қыз фильмі алынайын деп атырыпты деп алауат тарады. Сөйтіп біздің институтқа да келіп, біздің курста қызларды көріп, содан біздерді фотопроваға, соның ішінде мен, Үміт, Гүлхан үшеумізді шақырды. Фотопровадан кейін творчестволық прова болды. Одан өттім бе, білмеймін, әйтеуір Үміт екеумізді кино проваға. Сода Жұмагүлге бас рөлге шақырды. Сода кино прова бердік. Сөйтіп сөйерді режиссер айтты, сен досы Бибігүлге де мына қыз прова етіп көруіміз керек деді. Сөйтіп Шакирова түсейін деп атырған деген гәпті ескеннен кейін мен Бибігүлге қайттан прова беретін шығармыз деп ойладым да. Сол ақылары біздер бірінші мәртебе сол камера деген не, актерлармен істесу деген, һәм бір кино прова жерінде бір жылай туған жерлерін қойды. Уақытта 2-ші курс, ондай бір жылағымыз келетін уақыт емес еді. Жылай алмадым, мен гәпті рас айтайын. Сонан біздер кейінен барам эпизодический рөлге мені мұрат етті, сіз обязательно түсесіз деді, түсірді, рахмет. Сол ең бірінші рөлім сол кинодағы. Рахмет. Сізді білеміз, сол өмірде де, өнерде де көбінше комедик рөллерді жақсы атқарасыз. Қала берсе, сол қайсарлығыңызбенен, қайтпас қаралығыңызбенен халықтың көңілінен орын алғансыз десек те болады. Хақиқатын айтқанда, сол сізді съемка процесіне шақыратығын уақытта да өзім сол сіздің қайсар, сондай мінезіңізді аңлағамыз. Кинода да сол өзіне жарасатын рөллерді беріп келген екен ғой деген бір ой менде де жүрген. Келің осы орында енді сізді көбінше халқымыз танка фильміндегі сол Лола образыңыз арқалы жақсы таниды. Әзір бізді тамашалап отырған тамашагөйлеріміз болса, танка фильміндегі сол қалада жүрген Лола образын атқарған актрисамыз шебер түрде атқарып, өзінің тамашагөйлеріне, ықыласпентлеріне ие болған Клара апа Шамуратова еді. Енді сізден кішкене ілтимасымыз бар. Келің сол уақытқа біраз саяхат етіп, сол Лола образын бізге жаратып берсеңіз қысқаша. Себебі біз жақында ғана сол рөлді атқарғаныңызды социал тармақтарымызға салғанымызда, социал тармақ пайдаланушылары тарапынан бұл дубляж ба яки өзінің даусыма деген көплеген сұраулар келген. Біз білеміз оны, өзіңіз түскеніңізді, дауысқа түскеніңізді, сол халқымызға қысқаша сол образыңызды атқарып берсеңіз. Ол рөлде өзі жазылуында өзбекше жазылған. Қане керең, мен сізге бітті пағашып берәй. Сол қолын ұстап тұрады, Шамурата ұстап тұрамыз. Кімнің палы келді? Ісіміз не еді? Шамурат. Кімнің палы келді? Шамуратты палы келді. Мен сізге айтсам, сіз бітті жауға бармақшысыз. Лекен өңге бармейін. Сіздің ішіңіз бітпейді. Дегенде тексер разымен бірден бұл сауалды береді деп ойламай қалдым. Енді сонда ісіңіз бітпейді дейді. Соны Шамурата айтады, өзімін біліп едім ау деген несі бар да. Сондай. Қысқаша образ болса да. Бұл образды жаратуда өзі Түренязаға теберсін. Мен бір-екі мәрте бір жерде де айтқан болдым. Бұл рөлде мәселен басқа Өзбекстанның бақса актрисалар түсу керек екен. Бұл киноның, танк фильмінің режиссері Дауран Абдуллаев деген Ташкенттен келген режиссер еді. Негізі ол сол 1979 жылы бірінші мәрте неге түскен уақытымызда, Қайсар қызға түскен уақытымызда ол оператор болып істейтін еді.
сол оператор болып істеген уақытларда мен ол кісіні сразу танып қалдым кеше келгенде. Ол кісі мені сол рөлге түсуімді қалеген жоқ. Төрен Зақ айтты, сен Ташкенттен 2 актрисамен жарысуың керек, сен одан озып шығуың керек деді. Мен айттым, бәріміз бір супының молланың супысындаймыз, неге мен енді көремін қолдан келгенше дедім. Сөйтіп кинопрова бердік Шамрат ағаменен. Сөйтіп бір аптадан кейін Төрен Зақ қатты қуанып келді, тие берсін. Репетицияда едім, Клара, мен айтып ем оларға өзімнің рөлім бар деп. Оказывается, мен алжаспаған екенмін деп қуанып келді. Сен туралы 25 адам отырған болса, біреуі де бір жаман гәп айтқан жоқ. У нее глаза горит деп айтты деді. Мен деп көресең, көріп алдында қарап тұрды деді, деп көріп тұрып, идет деді, іздеп жатсаң, ищет деді, деп қарап тұрдым да, сөйтіп кетір деді, деп алдына шығып кеттім да камераның. Содан кейін түсіп кетті осы фильмге, сөйтіп утверждать етілгенмен мен кинопрова арқылы. Осы күнге шейін бұл рөл халқымыздың ядында сіңіп қалған. Хаттекі сол сөзлерінде, әзіл-дәлгей ретінде қолданады күнделікті тұрмыста. Бізде кезектегі сұрау сонан барады. Біз білеміз, көплеген сол фильмлерде рөл атқарғансыз. Бүгінгі күнде сол театр, жас тамашагерлер театрының тәжірибелі, сол бұрыннан келатырған ұстаз актрисаларының бірісіз. Сіздерде съемка процесслері, түрлі қызықлы уақиялар көп болады. Сол өміріңіздегі съемка процесінің ең қызықлы уақияны айтып берсеңіз. Кинода көп қызықлар болып тұрады. Мен бұдан басқа да, мәселен, шетелдіктермен көп жұмыстар істедім, голландстер келді, мәселен, онан өзі фильмнің көп режиссерлар келіп берді, кино түсірді. Олар менен Мойнақта 1-2 айлап съемкада болдық. Олар Мойнақта болған уақытымызда мен Феллини деген фильмде костюмершаның рөлін ойнап жүрдім. Ода бір жағдай лямка киіп, шорт киіп жүретұғын. Енді сол кино съемканың процесі алынады да ода. Кино про кино. Сөйтіп бұл ойнақшылардың көбі бірақ менің Қарақалпақ екенімді білмеді. Бұл Қарақалпақстаннан, оның ішінде мен бір өзім, онан кейін Кейлеу Шамрат аға тие берсін барып түсті. Сөйтіп бір күні әйтеуір кімдер күтіп жатыр еді, ойнақшылар. Сөйтіп сол жерде мен көйлек киіп шықтым сыртқа. Сөйтіп ойнақтың адамдар айтады, сіз өзімізден Қарақалпақтансам ба деп айтып жатырды да. Сондай қызық оқиғалар болды. Онан кейін Қоңсар фильмінің уақытында съемка кетіп жатыр еді, бір күн бұрын түстік, ертеңде костюмдер қолымызға алып жүретін едік. Соқ бір сеткім үйде қалып қойғанда, оның ішінде менің шалбарым ішінде. Сөйтіп еш ойымда естет жоқ, қарасам шалбарым жоқ та, енді халатты мен киетұғын үйдегі не. Вай деп, ой, мен мына үйде іштаным қап қойған қалатпен киетін деп ақ көкірегіме айтып жатсам, мен күліп жіберді да, бердегілердің бәрі. Ол мен өзім костюм киноға керек, реквизит дегендей зат деп айтты. Мен оны бірақ бір басқа жағдайда айтқан жоқ еді, мен өзімнің мінезімнен шыққан алда. Сөйтіп ол Мұратбай аға да, о киімін тастап не қылып жүрсең, қарағым ау деп сол жерде біраз күлкі болды да, менің үстіме басқы болды. Сондай қызық уақиға тез-тезден болып тұрады менде. Негізі халқымыз арасында сол қыз балаға актриса болу қиын, жолы ауыр деген гәп бар. Сізден ескіміз келіп тұр, енді ұстаз ретінде қыз балаға актриса болудың ең бақытлы һәм ауыр тарепін қысқаша айтып өтсеңіз. Дұрыс. Екі тарептен де. Мен мектепте мақтанып кетсем болады, мен мектепте жақсы оқыдым. Ағам мені бірінші рет апарып, үлкен ағам текстильный институтқа апарып тапсырғызды. Себебі Қарақалпақстанның алдында келешегінде катекстің құрылуларын айтты, өзі сол партийный адам еді. Соған апарып тапсырып еді, мен оны оқығым келген жоқ. Негізі мен оқу сол мәдениет тарауында деп тастап кетеді, мен сабақ даярлап отырғандай боламын, ажағам кеткеннен дәру мен сол қайерде екен театральный институт, қайерде институт культура, онан кейін консерваториялардан Ташкентті білейін дедім да, ендігі жылы үйден қашып кетіп болса да оқиман деп ойладым. Ендігі жылы сол 78-ші жылы газетті Амангелді аға тие берсін, маған Клара мынандай оқуға қабылданып отырған екен Нүкісте, сен барып тапсыр, әлбетте кіресең, сенің талантың бар деп Амангелді аға апарып берді газетті Совет Қарақалпақстан. Содан оқып, документтерін алып, осы ЧУЗ-дың несінде документ таярлап отырған екен, зданиесінде. Кеп тапсырдым. Ажағымнан қашып кетіп оқыдым. Мандаттан өткеннен кейін бар үлкен ағам білді. Ақыры өзінің айтқаны кетіпсен Клара деп, деген жоқ институтқа кіргеніме.
талант бәрібір ішіңізге сыймады. Ооба. Енді ең жақсы жерлері, қиын жерлері сол қашып кетіп оқыдым. Қыз бала тұрмыста қиынлау болады да, тұрмыс құру. Сен түсінетін инсан болмаса, сен азапларменен жұмыс істейсің. Соның үшінен өзің түсінетін адамдар ғой деп тұрмысқа шықсам, ол алжасық болуы мүмкін. Мен өзімнің өмірімнен келіп шығып айтып жатырмын. Ең жақсы жерлері, рөлдеріңді ойнап болғаннан кейін саған зрительдер сені қол шапатлап күтіп алып тұрады. Онан көше күйде көрген уақытында сенің тексттеріңді айтып, сөздеріңді айтып тұрады. Һәмме сені жақсы қабылдайды. Бұл кәсібінің ең бір мақтанатын жерлері, сенің орның төрде, һәмме хүрмет етеді, таза жүресең, сен еш қылапылық істемейсең, ешкімге жесең тек автордың екі сөзін жеп қалып айтпай қалуы мүмкін, басқа бір жаман коррупционный бір нәрселер болмайды. Бұда арқайын жұмыс істесең, өзің кәсібіңді сүйсең, жақсы актриса боласың деп ойлаймын. Рахмет. Демек, жақсы тарапы халықтың көңілінен орын алған бір белгілі тұлға боласаң, ал қиыншылық тарапы тек қана сол қыз бала өмірлік жолдас таңлауда сол карьерасын елде рауажландыру үшін дұрыс таңлау жасау керек. Дұрыс. Тұрмысың дұрыс болмаса, жұмыс болмайды. Мәселен, жақсы актерлардан әйелдері соны түсінгеннен кейін ғана сондай болып тұрды да. Мәселен, һәмме бір-бір жақсы түсінбесе, бұл да бір қызғану деген нәрсе көп болады да біздің театрымызда, кинода, бәрінде. Оның бәрі бір хақиқи нәрсе емес қой, бәрібір ол автордың жазған тексті, режиссердің қойған постановкасы да, соны тура түсінсе болды да, халық жұбайлары да сондай. Дұрыс айтасыз. Бұл кәсіпте әртүрлі жағдайлар болады. Сол қызғаныш деп атап өттіңіз. Бәршесінен сол жеңіп өту керек. Дұрыс. Жеңіп өтесің. Келің енді сол Қарақалпақ киносы хақында тоқтап өтсек. Бүгінгі күнде Қарақалпақ киносына сіздің көзқарасыңыз қандай, һәм қанша балл қояр едіңіз? 10 балл системасында ма? Бүгінгі күнге фильмге мен 10 балл қойған болар едім. Себебі бір уақылары неше жылдар арман етілген заттар болды да. Бұл киностудияға мен институтты 82-ші жыл біткеріп келген болсам, содан бері менің көп өмірлерім осы киностудияда өтті. Бұл жерде сағат 7-ден сағат 12-ден дубляж болатын еді. Таласбай ағалармен бірге істестік, Бақтиярлар бар еді бұл жерде, көп адамдармен, Дамир ағалар істеді, Төренияз ағалармен істестім. Бұл менің екінші кәсіп үйім деп айтсам болады. Уақылары енді киноға түсу арман еді һәммеге. Арасында бір фильм болуы мүмкін. Сонан енді мақтанып айта аламын, бұл жерге Мұратбай аға Нызанов директор келгеннен кейін көп жақсы көрнеклі жоғары дәрежедегі жұмыстар істелініп басталады. Һәм бұл көп актер, актрисаларға имканият туғызып берді. Жақсы болды келгені. Бұрын шетелдің нелері қашан алады екен деп ойланып жүретін болсаң, бұл жерде енді өзіміздің режиссерлар, өзіміздің сценаристер болғаннан кейін жақсы болды. Фильмдер сол танкіден басталды. Танкіде сол эпизодический роль болса да түстім. Мен мәселен соның ішінде неге главный рөлге түспедім деп ойламаймын. Соның ішіне қатынасуым, сол халыққа көрінгеннің өзі, мәселен кішкентай кадр болса да маған сол дым әзілік бағышлық айтты. Әзетте мен өзім рөлдерімнен сенің рөлдеріңді айтып жатса, сол бірінен кейін бірі қоңсылар, ұры фильмдері, сол курорт, мәселен, соның ішінде әрқайсысында әрқилы характердегі, мәселен, қоңсылардың рөлдері, образлары болды. Кино уақытында нан жауа алмай күйдіріп алып отырған уақытларымыз болды. Оны халықтың көбі білмейді. Сөйтіп сонда да әйтеуір нан жауып отырғандай беттеріміз күліп деп істеп тұрдық. Енді күліп жатырмыз. Енді мен жұмаққа айтып едім, сен жауа ғой, мен жайып тұрайын деп. Ол болмады енді жазылған бойынша. Әр фильмнің өз алдына қызықлары бар. Сол Мұратбайға келгеннен кейін көрнеклі жұмыстар болды деп айта аламын. Онан кейін де көп жұмыстар істелініп жатырыпты. Мен мәселен соғақтағы фильмдер бір жарқ етіп һәммеге көрінді да, һәм телевидение бергеннен кейін халықтың бәрі көріп алды. Қазіргі данный момент сол уақытта жастарымыз істеп жатырыпты. Міне қазір басшы балаларымыз келіп жатырыпты. Міне Айбек Төлегеновпен көп жұмыстар істеймін. Оның фильмдеріне қатынастым. Азат Ахметов фильмі қазіргі уақыттағы заманауи әрбір халықтың, көптеген үйдің маңайын құрып тұрған ұсызатлар. Өзім сценарияны естіп, ойнап атырып, қатты жүректерім ауырып, мәселен, ешбір ата-ана баласының о дәрежеге түсуін қаламайды.
мен сабырлық тілер едім һәммеге, сол ата-аналарына қиналып жатырған ешкімнің басынан самасын. Сол рөлдерім кейінде бір зар жылап отыратын жерлер бар дейтін еді. Мен сол ерлерін жақсылап істегенмін деп алладан бір неғып едім. Ол ерлер бірақ көп ананы жылата бермей ақ қояйық, олсыз да аналар жылап жүріпті ғой деп ол ерлерін алған жоқ. Төлегеновтің жұмыстарына табыстар тілеймін. Онан жас балаларым шығып жатыр режиссер арқылы. Мен соның үшін 10 бал қоя жақпан, себебі жастардың алдында плаллар көп. Мен қуанамын, һәм студиялар көп әзір істейтұғын, театрларым сондай. Қазір бұрын 3 театр болатын болса, Қарақалпақстанда қазір енді кеше жақыннан бастап 6 театр болды. Енді мен істеймін деген актер, актрисаларға үлкен имканият пайда болды да. О режиссерларым енді шертіп жүріп, қалеп жақсы қолына іс келеді. Мен үстімен істесем, менің спектакльлерім аншлаг болады деп режиссерларды қабылдап қояды. Мен соның үшін жастарға табыстар тілеймін, шаршамастан сол киностудияның Қарақалпақ фильмді бір жақсы рауажлануына тілектеспен жақсылап істеп кетеді деген үміттемін жастарға. Рахмет. Оға да бір орынлы пікірлер болды, себебі бүгінгі күнде сол кино тарауына құрметті президентіміз де үлкен ітібар қаратып жатыр. Имканиятлар есігін ашып жатыр. Бүгінгі күнде сол Қарақалпақ фильм кино студиясында да Икрам Абдыкалиев басшылығында көптеген реформалар әмелге асырылып жатыр. Өзіңіз де көріп тұрсыз. Ең соңғы техникалар һәм де рауажланулар әмелге асырылмақта. Демек, өзіңіз де айтып өттіңіз, бүгінгі күнде кинода, театрда теңдей рауажланып атыр деп. Бүгінгі күнде сіз Қарақалпақ елінде қандай кинолар түсуін қалайсыз? Келің, сіз артист емес, халықтың ішінен шыққан халда халқымыздың қалеуін білдірсеңіз, себебі сізлер де халықтың арасында көп жүресіз. Мен қалеймін, енді тарихи фильмдерді қалеймін. Мәселен, алпамыз, мәселен, өздеріміздің дасталарымыз бар біздердің. Басқа елге қарағанда біздердің дасталарымыз көп. Соның үшін қанеға енді қырық-қызлар қойылса, сол алпамыз едігелер қойылса, мен ойлаймын, экраннан ілтимас етемін, һәм талабам етер едім, солар тезірек қойса. Мен көптен бері киностудияға бұл жаққа келген жоқ едім. Бүгін өзгерістерді көріп, артымыздағы суретлерді көріп қуандым. Мен дәрі өзімді іздедім. Ішінде барман ба, жоқ па? Жоқ болатын болса, мен бұл көрсетуге түспей кетейін деп тұрып едім өзі. Рахмет. Сол қырық қызды да атап өттіңіз, халқымызға бір үлкен жаңалық ретінде айтып өтейік. Жақын күндер ішінде Гүлайым һәм қырық қыз тарихи фильмнің съемка процесслеріне бүгінгі күнде қызған таярлық жұмыстары алып барылмақта, һәм халқымызға қырық қыз фильмі інәм етіледі. Қалесе. Сізді де қуантып айтайын. Соның ішінен, мәселен, ішінен кішкентай бір жерлеріне, мына апайдан бір жерлер көрініп қалсын. Бұлар енді ертеңлер біздер, мәселен, кәше емес, барқылы жасайтұғын. Біздер уақыттың өтімен аманатын тапсырамыз, Құда қалесе. Соқлары бұл менің келешек әулядыма, өзім бала шағама, һәм көрген һәмет ықласпен тілермен мұны апай елі істеп атырған екен ғой деген бір не қылдаймыз, отчет, есап. Есап болғанда, есап бергендей боласаң да, сондай соған түсіп қалсақ жақсы болар еді. Мұрат етіп шақырған үшін рахмет. Қазір өзгерістерді көріп, студияның ішінде ағарып, аппақ боп қалғаларын көріп, қатты қуанып отырып киностудияны. Рахмет. Бізде негізі сол сізді көргенімізден қуаныштымыз. Бір қазір балалығымыздан сол фильмдерді көріп өстік. Сол бір инсанмен бір уақытлар мен де сәубет құрып отыраман деген қиялыма да кіріп шыққан жоқ еді. Сізбенен сәубет құрып отырғанымыздың өзі де бір үлкен қуаныш себебі. Ұстазлар хәмеше халық ардағында. Келің, осы орында сізбенен бірге сол жас уақытларды еслеп, 20 жастық Клара Шамуратоваға қазіргі күнде не айтқан болар едіңіз? Клараға ма? Клараға сол жұмыстан қалмай, бұданнан бес-бетер рөлдерді ойнай бер. Себебі сен актриса болып, арман еттің, актриса болдың. Қаған жағына шаршамай жұмыс істеуің керек. Менің өзімнің 20 жыл, бұдан 50 жыл бұрынғы өзімнің арманым еді. Мен сондай актриса болуым керек. Келешек әулетлар мені арман ету керек. Любой актрисалар, қане енді мен Клараға ұсасам еді, сол Клара Шамуратовадай болсам еді, басқалар мысалға келтіріп тұрсам, неге Кларада істеп атырыпты ғой, анедей. Сен неге істемейсің деп басқа біреулерге айтып тұрса, бір жақсы тарапынан жақсы актриса екен ау деген бір ат қалдыруым керек деген алдында өзім ұраным болды. Мен оның жені 100% болмаса да қандайдыр 50%-тен көплеуіне ерсін деп ойлаймын. Әйтеуір қайырға барсам да халқым хүрмет етеді, сыйлайды,
Түнде кетіп бара жатсам, таксиге мінсем, даусымнан ақ таниды да, сіз сол емессіз бе? Сол түнде де мен тани бересіз бе деп хайран қалып қаламын да мен. Сондай сөйтіп айта болар едім. Дұрыс, хақиқатында да халықтың жүрегінен орын алған ұстаз актрисасыз. Әрбір актрисаның жүрегінде бір арзу арман болады. Яғни сол кішкенелігінен бүгінгі күнге шекем сол жүрегіңізде арзу болып кетірған арманыңыз бар ма? Яғни осы кино тарауында мен мына рөлді мынандай кинода атқарсам екен деген. Енді қазір мен о жастардан өтіп кеттім да, бағанағы сен айтқандай 20 жасымда болғанда, әлбетте Гүлайымға я болмаса соның ішінде Сарбназың рөлдеріне болса да түсіп қалғанымда, мәселен, сол жасқа келіп тұрып. Онда мен арманларым орындалған болар. Мен арманларым сондай бір тарихи фильмдерде жақсы рөлдерді ойнау, мен уже да бір рөлдердің өзі жамандай емес, дегенменен сондай бір тарихи фильмдерде ойнау арманым еді да. Мәйлі мен ойнамасам, менің келешек әулетларым ойнайды, мен бірақ шәкіртлерім ойнайды, мен одан қуанышламан түсірейін деп атырыпты, құда қаласа інім етеміз деген сөзіңізге мен ішінде ойнап жүрпен уже. Қуаныштымыз. Демек, біз блиц сұрауларға өтсек. Бұл қысқаша сұрау, яки сізде қысқа сұрауға қысқа жауап бересіз. Тайынсыз ба? Тайын. Кино яки театр? Екеуі де. Комедия яки драма? Екеуі де. Сапаргүл Дәулетова яки Зәуре Сайыпова? Сайыпова. Бір сөзбенен өзіңізді тарифлеп берсеңіз? Жаман мінезлі. Сіз үшін бақыт деген не? Бақыт деген балаларының бақыты, сенің бақытың. Өмірде неден қорқасыз? Өмірде еш нәрседен қорқпаймын. Рахмет. Егер өміріңіз бір фильм болса, оның аты қандай болар еді? Арманлы деген. Арманлы. Ең сүйікті фильміңіз? Ең сүйікті фильм ба? Карнавал деген фильм бар. Қарақалпақ фильмге тілек? Табыстар тілеймін. Жастардың қолында сіздерге табыстар тілеймін, ақ жол тілеймін. Шаршамаулықты, һәм уақытта бір затты ақырына дейін жеткеруді қалаймын мен. Сол уақытында тәртіпке, тәрбияға, һәм уақытты жақсы пайдалануды қалаймын мен. Келген уақытта сол уақыттан тез пайдаланып, тез істеуді, біреуді күтуді жаман көремін мен. Онdan кейін сол күтпестен, біреуді күттірместен жақсы жұмыстар істеп, халықтың назарынан шетте қалмай, келешек әулетлер арман ететұғын, һәм басқа облыстарда да бар, басқа елдерде де бар. Сол фильмлері дүниежүзілік ареналарға шығып, дүниежүзілік фестивальдарға қатынасып, жақсы орындар алуын қалаймын. Сонда үлкен фестивальдерде Қарақалпақ фильмдерінің қойылуын қалаймын, соларға табыстар тілеймін, һәм ақ жол тілеймін оларға. Рахмет. Демек, ең соңғысы подкастымызды тамашалап отырған болашақ актер һәм актрисаларға, яғни жас талант иелеріне қандай насихат айтқан болар едіңіз? Мен әрбір актрисаларға ешбір нәрседен қорықпауын, егер өзіне сенсе, әрбір рөлді жақсы атқаруын, режиссерді жақсы тыңлауын, операторларды түсініп жұмыс істеуін қалар едім. Бұл бір халықтың назарына түсу үшін сенің бір өзің еш нәрсе істей алмайсың. Сенің менен, мәселен, жақсы сұхбат құруымның өзіне сенің байланысың бар. Сөзімнің жақсы шығуына оператордың байланысы бар. Кадрлардың жақсы шығуына операторларымыздың үлкен жұмысы, режиссерлардан көп операторлары минеті күшлі. Режиссерлар енді сөз беріп айтып тұруы мүмкін, бұлар түсіріп тұрады да, жақсы кадрларды алып тұрады. Соларға да табыстар тілеймін. Ауызбіршілік болу керек әмме жерде. Бір-біреуді жақсы түсіну керек. Біздер фильмнің уақытларында танкіде де, ұруда да, курортта, әммесінде бір сондай бір бригада болды да. Не десең, жаңағыдай ашөт тұрып десең, тие берсін пердоваяға. Нан менен мына жерде магазиндерден консервілерді әкеліп, бір қайнаған су менен болса да беріп тұратын. Бір сондай ауызбіршілік тілеймін да, бір жақсылау болу керек. Жастарға тілегім сол. Ауызбіршілік түрде жұмыс істең деп қалар едім.
Рахмет айтамыз білетін сұрауларға. Өзіңізден жақсы жауаптарды алдық. Кино подкастымыздың бүгінгі саны сізбенен бір әжайып көтеріңкі рухта. Сұрауларымызға да тез һәм нақ толық түрде жауап бердіңіз. Қуаныштымыз. Біз әрбір келген мейманнан бір уақия сұраймыз, яғни өміріндегі бір болған уақия. Сіздің өміріңізде де көп уақиялар болған болса керек, себебі біз білеміз, кинода, театрда үлкен бір қызықлы уақиялар жүз береді. Сіздің өміріңізді өзгерткен үлкен бұрылыс бір уақия хақында айтып бере аласыз ба? Яғни өміріңізде бір бұрылыс істеген. Творчество хақында, бұрылыс деп болмайды, енді бірақ 1984 жылары Қарақалпақстанда Дагестан күндері өту керек болды. Соған біздің театрымызға Нажмадинаға Аңсатбаев келіп спектакль қояды деген гәп болды. Сөйтіп сол Нажмадинаға келіп, Яхияев Магомед Сұлтан, дагесталы автордың бір пьесасын әкеп оқыды. Өкініш деген. Соның ішінде Жаннет деген рөл бар, һәм Нателланың жас уақыты деген екі қыздың рөлі бар да. Енді ол маған тура келеді деп отырғанымда, енді мәселен. Соны оқып болғаннан кейін бұл үлкен трагедия еді. Сол азанға дейін мен ұйықламай шықтым. Азанға дейін еш ұйқым келмейді деп қараймын, таң атпайды. Маған қайсы рөлді береді екен, қайсы рөлді маған аласаң десе қайсысын алсам екен, ананы айтсам екен, мынаны айтсам екен. Негізі маған Жаннетті ойнау тым қатты ұнап тұрыпты, басы рөл деп ойлаймын да. Сол Жаннетті берсе жақсы болар еді. Бірақ Нажмадинаға жүрек етіп маған рөлді бер деп айтуым қолайсыз, ойнап көрейін деп айтуым мүмкін, енді істеп көрейін деп. Сөйтіп азанда келгеннен кейін келіп отырған уақытымызда жаңағыдай Нажмадинаға келді. Деп жүрегім қаттыға нет тұрыпты да. Мен басқаны білмеймін, өзім дым жүрегім шәукілдеп тұрыпты. Қайсысын береді екен ай деп ойланып тұрыппын. Бір уақытлар Жаннет Шамұратова деді. Жүрегім жарып қуанып кеттім да. Бірақ ол қаттыға трагедиялық рөл еді. Осы уақытындағы қызының көп қатылары бар, һәммесін жылап тұрып, сол қойылды, жақсы шықты. Теберсінің художнигіміз Исламаға істеді. Бір өзіме сол рөлім қатты ұнатты, Жаннет деген рөлім. Сол қайыр сүйерді Қарақалпақстанның бармаған колхозларымыз мектептің алдыларында да ойнадық. Сол уақытта да көзімнен қан ағып, енді тұрмыстан ажырасқан уақытларым сондай бір не болды да, өзім ішіндегі дәртлерімді сол рөлдерім хақында, өзімнің орындалмай қалған арманларымды мен рөлдерімменен атқарғанмын да. Мәселен, фата кие алмай қалған болсам, спектакльдерде фата кисем, басқаша болып ұстап көрейіп, растан мағанам жарасады екен ау деп ойлап қойған уақытларым болды да. Мәселен, ол өзімнің ішкі арманларым. Сондай өзгеріс болды. Нажмадинаның сол постановкасы. Сондай қатты жылап әзетіп алдым да. Өмірдегі ішімде тығылып қалған жастар, қалай жылап тұрасың, әр күні сонша жас қаяқтан шығып жатыр деген сауалларға білмеймін. Әйтеуір қатты қолыма алсам, үш мешітті қағазды ұрыстың уақытында қатты қолыма алғаннан сол көзіме өзі жас келетін еді, өзі білмеймін сондай. Сол мені басқаша бір образ жаратуыма, қалған жағында театрда күшлі драмалық образлар, онан кейін күшлі трагедиялық образлар жаратуға менің сол рөлім мен өзімне бұрылыс жасады деп ойлаймын, һәм айта аламын соны қазірге дейін. Демек, ішіңізде орындалмай қалған арманлар үлкен сахнада жанланды. Дұрыс. Мен өзімнің арманларым, өмірдегі орындалай алмай қалған арманларым, мәселен, сол енді мен ақ көйлек кию әрбір қыздың арманы еді, ол созатлар болмағалар менің. Қазір енді 70-ке қарап кеттім ғой. Бірақ дегенменен созаттар бәрі ішінде қалып қояды екен да. Келінімнің ақ көйлек киіп отырғанын, қызымның ақ көйлек киіп отырғанларын көрген уақытта да өзімді көргенде мен қуанғанмын, һәм уақытында қапада болғанмын да. Бірақ рөлдерімді ойнаған уақытында, бір-екі рөлдерімді ойнадым. Сол уақытта киіп көріп, айнаға қараған уақытында, мағанам ақ көйлек жарасады екен ау деп өзімше ойлап қойдым да. Сол уақытлары көзіме бірақ жас келген. Рахмет. Оға да дұрыс айтасыз, әрбір қыздың арманы, һәм бұл өмірде болмаса да сол сахнада сіздің кәсібіңіз арқалы әмерге асқан көп халық арасында. Дұрыс.
ішімде қалмады да, сонан кейін барып әзеттім. Сол рөлде болса да кидім ғой, рөлде болса да әйтеуір мен бір заман болса да бір сағат болса да мен әзеттім ғой деп, оны кейін рөл ойнағанда күнде күнара киіп тұрдым да, сонан кейін әзетіп киіп сол рөлдерді ойнап алдым. Оны бірақ зрительдер тамаша ойларын білмейді, енді өзім ішім. Тек ішкі сезімдеріңіз. Қазір айтып жатырмын да бұларды сізге. Рахмет. Қуаныштымыз. Бәлкім сол рөллеріңіз арқылы бүгінгі күнде халықтың жүрегінде елеге шекем театрсыз. Алдағы уақытта да жақсы фильмдерде, жақсы спектакльлерде рөл атқарып, халықтың орнынан еледе терең орын алуына тілектеспіз һәм бұған сенеміз. Рахмет әммеге де. Мен қатты қуаныштымын, құрмет етіп сыйлап, шақырғандарыңыз үшін жұмыстарыңызда табыстар тілеймін. Сондай көрсетулер, театрлар хақында, кино хақында сондай заттар болған қалаймыз біздер. Солар айтса, мәселен, бұлардың тарих, ертең бұл қайттан айланып көресіздер, іздейсіздер. Сол Қарақалпақ фильмінде кино пробаларды беріп, сол фильмде, Қарақалпақ фильмде альбомға түсіп қалғаным үшін көп фильмдерге түстім. Уақытында бір апайлар маған сауал берді, сенен басқа Қарақалпақтың актрисасы жоқ па, не сен киноға түсе бересің деп. Мен айттым, мен білмеймін, мен Голландияда дайым жоқ, әйтеуір. Олар шақырды, мен түстім деген уақытларым болған. Сондай табыстар тілеймін әмеңізге. Рахмет, біз де оған да қуаныштымыз. Бүгін киноподкаст шойбарымызда ашылмаған сырлар ашылды. Сізбенен бір ашықтан ашық сәубет болды. Өзімізде әзетіп қалдық. Сол тек қана фильмдер емес, бәлкім сол өміріңіз хақында да аз ғана болса да біз халықпенен бөлістік. Һәм алдағы уақытта сізге де, өмірде де, өнерде де тек қана табыстар тілейміз. Халық тілінен, халық жүрегінен хәмеше орын алып жүре бергейсіз. Рахмет. Подкастымызға келгеніңізге сізге де рахмет. Келің, подкастымыз жұмақламастан алдын халқымызбенен қоштасып, өз жақсы тілектеріңізді айтып өтсеңіз. Мен халқыма, еліме, әрбір Қарақалпақстан Республикасының әрбір шаңырағына аманшылық, бақыт дәулет тілеймін. Соңына ертеңгі байрамымызды жақсы күтіп алып, байрамда ұлыма бір жақсы кайфият әммеге, сондай бір қуанышлы, бақытлы, тақтылы өмір тілеймін. Ұлларының ұлы тойларын көріп, қызларының тойларын көріп, біздерде қазір менің ақылықларым, шаулықларым бар, Құдайға шүкір, 4-еу. Сондай ақылық, шаулық өмірдегі сондай бір ләззеттер, сондай инсанлар, кішкентай адамлар ақылық шаулықларын, сондай инсанларды көріп, солардың бір сондай бақытқа ерісуін қалаймын да, һәм менің енді көп ішінде арманлар кеткенменен қазір Құдайға бексап шүкірмен мен дүниеда бір өзімше қазір өзімнен бір бақытлы инсан жоқ, мен жүдә бір бақытлы инсанмын деп ойлаймын. Әммеге де сондай бір бақытлы жасауды қалап қаламын. Рахмет. Әрбір хаял адам бақытлы болуға лайықлы. Біз сізге сол бақыт, талмас күш қайрат һәм күшлі энергия тілейміз. Рахмет. Құрметлі киноподкаст шойбарымыздың тұрақты ықыласпентлері, міне бүгін сіздерменен Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, халқымыздың сүйікті актрисасы Клара апа Шамуратова менен ашықтан ашық сәубет һәм олардың бүгінгі күндегі өмірдегі, өнердегі жаңалықтары менен таныстық, сырларын білдік һәм ашықтан ашық бір жүректен сәубет құрдық десек те болады. Сіздер менен осы подкастымыз арқылы және бір мәрте көріскенше дейміз. Ал сіз болса өз пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыз болады. Подкастымыздың кейінгі санында қайсы актер яки актрисаны қалайсыз, комментария бөліміне жазып қалдырсаңыз болады. Әзірше болса сіздермен қоштасамыз. Киноподкаст шойбарымыздың кезектегі санында сау саламатлықта көріскенше хош аман болың.